Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. Победа будет за нами! Соғыстың қыстың ызғары, бойымнан кетпей боп сырқат, емендей жалғыз қыздағы айналаға болдым жат. Қайсарлықпен сыр бермей отырмын қарап биікке. Ұшқан құсқа тау көлбей, қиялда жортқан киікке. Мен үшін жеңіс күні бұл тек тарихтағы маңызды күн емес. Бұл жүрекпен сезетін қасиетті күн. Бұл ерлік пен жанқиярлықтың, бейбіт өмірдің бағасын ұғындыратын күн. Мен бұл күні ата-бабаларымыздың отан үшін от кешкенін, ел үшін жанын қиғанын ерекше тебіреніспен еске аламын. Олар бізге тек жеңісті ғана емес, бүгінгі бақытты өмірді сыйлады. Жеңіс күні маған батырлықтың не екенін, елге деген сүйіспеншіліктің қандай болатынын көрсетеді. Бұл мақтаныш пен жауапкершілік, рух пен ұрпақ алдындағы аманат. Мен бұл күнді еске алу арқылы өз елім үшін еңбек етуге, бейбітшілікті сақтауға және әрдайым өз халқыма адал болуға талпынамын. Бүгінгі ұрпақ сол жеңістің жалғасы. Біз өткенді ұмытпай, болашаққа сеніммен қарап, еліміздің гүлденуі үшін аямай еңбек етуіміз керек. Ұлы жеңіс күні құтты болсын. Батырлар рухы бізге әрдайым күш пен сенім берсін. Еліміз аман, тәуелсіздігіміз мәңгі болғай. Ешкімде, ештеңеде ұмытылмайды.